көрермендер, біз Сергуш Наянат, Абдикалық Амина және Тілеуғазиев Ераділ медицина мектебіне арналған қазақ тілі курсы бойынша қазіргі тұтынатын тағам талапқа сай ма? Ұлттық тағамдардың пайдасы атты тақырыбында жобамызды ұсынып жатырмыз. Бүгінгі таңда күнделікті тұтынатын тағамдарымыз талапқа сай ма? Ол туралы қаншалықты жиі ойланасыз? Әлде ол мәселе төңірегіндегі сұрақ сізді мазаламайды ма? Бүгін біз сіздерге көбісі көп ойлана бермейтін күнделікті тұтынатын өнімдеріміз туралы айтып бермекпіз. Ас адамның арқауы дегенде олар біздің өміріміздің бір бөлігі болып табылады. Артур Шопенгауэр айтқандай, біздің бақытымыздың 10-9 денсаулығымызға байланысты. Ас елдің құты екенін ескере кететін болсақ, денсаулығымызға қандай тағам таңдайтынымыз әрқайсымыздың қолымызда. Қазір біз дүкендердің біріне кіріп, тұрғындардың күнделікті тұтынатын өнімдерін алып көрейік. Өйткені денсаулықтың басы дұрыс тамақ демекші, ас адамның тіршілігінің негізгі әрі өміріміздің ажырамас бөлігі болып табылады. Алдымен сүт және сүт өнімдеріне тоқталайық. Дүкендерде көбінесе стерильденген сүт өнімдері сатылады. Бірақ бәрі білмес, стерилизациядан өткен сүт тек қана бактериялардан ғана емес, сондай-ақ пайдалы микрофлора мен дәрумендерден айырылады. Оған қоса сиыр сүтінің құрамында үнсіз немесе жасырын жау, май қышқылдарының транзиссомерлері ымқытылар. Олар көзге көрінбейді, бірақ жүрек қан тамыр ауруларын күшейтіп, холестеринді бұзып, диабет пен басқа да дерттердің қаупін арттырады. Артық қуамын деп тыртық қылады дегендей. Пайдалы деп ойлаған өнім кейде зиянын тигізуі мүмкін. Осындай ауру сырқатын алдын алу үшін бие сүтіне көшу керемет альтернатива саналады. Бие сүтінде МКТ жоқ. Себебі оны қайнату немесе стерилизациядан өткізу қажеттілігі туындамайды. Табиғи таза және көптеген дәрумендерге қаныққан. Осыдан бие сүтіне көшу ағзаны қажетті дәрумендермен қамтамасыз етіп, денсаулықты нығайтудың ең табиғи жолы саналады. Денсаулықтың басы дұрыс тамақтану десек, бұл соның айқын дәлелі. Енді шоколад, мармелад және печенье сияқты тағамдарды қарастырайық. 2025 жылы орта есеппен әрбір қазақстандық азамат шамамен 11 кг тәтті өнімдерді тұтынған. Бұл көрсеткіш басқа елдермен салыстырғанда орташа болғанмен, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тұтынатын шекер көлемін төмендету қажет деген ұсыныс берген болатын. Астың сапасы өмірдің сапасы демекші, тәтті өнімдердің артықшылығы емес, зияны көбірек. Алайда бұл өнімдерде тек қана шекер көлемі қауіп тудырмайды. Мысалы, құрамында пальма, рапс немесе кокос майы бар шоколад семіздікке, гормоналды бұзылуларға әкелуі мүмкін. Ал әсіресе бала жақсы көретін мармелад қант диабетін қоздырады және тістерге теріс әсер етіп, кариесті тудырады. Бір күндік қызық, мың күндік зардап деген нақыл осындай жағдайда айтылса керек. Тәтті тоқаш пен өнеркәсіптік тәттілер де қауіпті. Құрамындағы қант пен майдың көп мөлшері иммунитетті әлсіретіп, созылмалы аурулардың қаупін арттырады. Мұзафар Әлімбаев айтқандай, апыл-ғұпыл ішкен ас асқазанға түскен тас дейді. Яғни асығу мен ойланып шешім қабылдамай, дайын тағамдарды тұтыну дұрыс емес әдетте денсаулыққа соққы. Осындай ауруға шалдықпай, 100 жасайтын өмір сүру үшін дұрыс пайдалы тағамдарды таңдау аса маңызды. Осыған орай өнеркәсіптік тәттілердің орнына қазақ асханасында бар ірімшік пен жентті тұтына аламыз. Ірімшіктің 1/4 бөлігі ақуыздан тұрады, ал ақуыз бұлшық еттің негізгі құрылыс материалы болып саналады. Сонымен қатар ол иммунитетті күшейтіп, жасушалардың өсуі мен қалпына келуіне ықпал етеді. Қоса кете ірімшіктің құрамындағы А және Д дәрумендері кальцийдің жақсы сіңуіне көмектесіп, сүйектердің берік болуына жағдай жасайды. Ал жент тары, бидай, бал, сары май және құрғақ жемістерден жасалатын табиғи тағам. Ол дәрумендерге бай, қуатты әрі тойымды. Осылайша ірімшік пен жент тәттілерге тамаша альтернатива. Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды демекші, өз қолымызбен дұрыс таңдау жасауымыз қажет. Келесі чипсы. Чипсы сияқты өнімдерде дәрумендер мен минералдар жоқ. Керісінше, артық тұз бен зиянды дәмдеуіштер сүйек өсуіне кедергі келтіріп, жүрекке кері әсер етеді және онкологиялық аурулардың қаупін арттырады. Мұндай тағамдардың орнына құрт немесе бауырсақты тұтынған дұрыс. Құрт ұзақ сақталатын әрі кальций дәруміне бай, ал бауырсақ шайға тойымды әрі пайдалы қосымша бола алады. Ал шұжық сияқты өнімдердің құрамында май көп, сондықтан оларды шамадан тыс тұтыну диабетке және асқазан ауруларына әкелуі мүмкін. Ал мұндай өнімдердің орнына қазы қарта тұтынған дұрыс. Олардың құрамында қоспа жоқ, ақуыз бен омега-3-ке бай. Осыдан қазақ халқы бекерден бекер, ет жеген етке сорпа ішкен күшке демеген. Газдалған сусындарға тоқталатын болсақ, олар қант, аспартам, бояғыштар, кофеин және консерванттар секілді ағзаға зиянды заттарға толы. Олар асқазан ішек жолына, бауырға және жүйке жүйесіне кері әсер береді. Қазақ халқының ұлттық сусындары қымыз бен шұбат денсаулыққа аса пайдалы.
Олар А, С, Е, Б дәрумендері, кальций, фосфор, магний сияқты минералдарға бай. Қымыз ас қорыту мен қан айналымын жақсартып, иммунитетті күшейтсе, шұбат бауырды тазартып, тыныс жолдарына шипа береді. Сондықтан газдалған сусындардың орнына қымыз бен шұбат ішу денсаулықты сақтаудың ең дұрыс жолы. Не ексең соны орасын дегендей, денсаулығымыз ертең қандай болатыны бүгін не ішіп жегенімізге байланысты. Қалған тағамдарды айтып кетсек, бұл дәнді жармалар, көкөністер, жеміс-жидектер, нан өнімдері және тағы басқа тағамдар мемлекеттік стандарттарға сай болып келеді. Сондықтан оларды тұтыну денсаулыққа аса қауіп тудырмайды. Горацийдің сөзімен айтсақ, сауында жүгірмесең, ауырғанда әуре болуына тура келеді. Яғни, денсаулықты бүгіннен бастап сақтау керек. Қорытындылай келе, қазіргі таңда тұтынатын өнімдеріміздің барлығы бірдей ағзаға пайдалы бола бермейді. Жаман әдет жанға қас, жақсы әдет жанға дос демекші, дұрыс тамақтану жақсы әдеттердің бастамасы. Өнеркәсіптік жолмен жасалған тағамдардың орнына ұлттық асымызды көбірек тұтыну, денсаулықты сақтап, өмір сапасын арттырудың ең тиімді жолы. Статистика бойынша Қазақстанда соңғы 15 жылда қан диабетімен ауыратындар саны 3,5 есе өсіп, әйелдердің шамамен 55% және ерлердің 49% семіздікке шалдыққан. Ауру астан деп қазақ бекер айтпаған екен. Бұның алдын алу үшін ұлттық тағамдарды көбірек тұтынуға болады. Ендеше әрқайсымыз дұрыс таңдау жасап, отандық өнімдерімізді тұтынып, денсаулық зор байлық қағидасын ұстанайық. Осы жерде бір ой туады. Біз болашағымыз үшін қай жолды таңдаймыз? Өнеркәсіптік өнімдерді ме, әлде ұлттық тағамдарды ма? Сіз күнделікті өмірде ұлттық асқа қаншалықты көңіл бөлесіз? Өнеркәсіптік тағамнан бас тартып, ұлттық өнімге көшуге дайынсыз ба? Өз ойыңызды пікірде бөлісіп, ортақ шешім іздеп көрейік.